Армысыз көрермен, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Дәулет Сейітбеков. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Сәтбаев қаласында Ақтау қыз-келіншектер тәрбиесін үйлестіру орталығы ашылды. Халық қалаулылары мен қоғамдық кеңес мүшелері жәрмеңке бағасына бақылау жүргізді. Жауынгер интернационалист ардагерлер атты топтамасы жаңа есіммен толықты. Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылған күні ержүрек және батыл жауынгер туралы оқиға. Қыз тәрбиесі ұлт болашағы. Сәтбаев қаласының Шымболат Ділдебаев атындағы мәдениет және шығармашылық орталығы жанынан Ақтау қыз-келіншектер тәрбиесін үйлестіру орталығы ашылды. Жаңа жобаның мақсат міндеті жайлы толығырақ тілші тарқатады. Ақтау үйлестіру орталығының мақсаты халқымыздың ұлттық дәстүрлерін қалыптастыру, отбасылық құндылықтарды дәріптеу және қаладағы қыз-келіншектерді жан-жақты сауаттылыққа баулып, тәрбие жұмыстарын жүргізу. Орталықтың ашылу салтанаты Шымболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайының көрме залында өтті. Салтанатты шарада алғашқы болып Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары, орталықтың төрайымы Айгүл Төлендина сөз сөйлеп, клуб мүшелерін белсенді жұмыс жүргізуге шақырды. Бүгінгі жұмыс жаңа айтылып отыр ғой, Ақтау клубын құру. Бұл енді өте күрделі және дұрыс мәселе шешілейін деп отыр деп ойлаймын. Неге десеңіздер, осы қыз баланың тәрбиесіне үлкен мән беруіміз керек. Қазір біздің ұлттық құндылықтарымыз, ұлт дәстүрлеріміз ұмытылып қалмасын. Оны біз насихаттауымыз керек, көрсете білуіміз керек. Біздің жастар кезінде жаңағы орысшаланып кетсе, екінші жағынан дінге кетіп арабтанып кетсе, үшінші жағынан қазір батысқа қарап бой бұрып, өзіміз сондай елекші халықпыз ғой. Енді соны болмау үшін жаңа өзіміздің қандай ұлттық дәстүрлеріміз бар, біздің қандай құндылықтарымыз бар. Біз қалай өзіміздің жаңа ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрімізді осы жастардың бойына сіңіруіміз керек. Сол үшін осы Ақтау әйелдер клубын құруға шештік осындай мәселелер. Ол үшін мына сіздерді шақырып отырмыз. Осы клубқа мүше болып келіп, өздеріңіздің жаңа ақылдарыңызды, кеңестеріңізді осы жерде жүргізіп, қыз-келіншектерді тартып, үлкен бір ұйым болайық деп. Ақтау үйлестіру орталығы жанынан 3 бағытта клуб ұйымдастырылған. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, салт дәстүрлерімізді насихаттайтын ата-баба дәстүрі асыл әжелер әңгімесі мен ісмерлер клубы. Қаладағы іскер нәзік жандылардың басын қосатын іскерлік қыз-келіншектер клубы және отбасылық құндылықтарды сақтау мақсатындағы сырласу бұрымдылар клубы. Клуб ұжымдары алдағы уақытта шеберлік сабақтары мен қолөнер көрмелерін және түрлі сайыстар мен тәрбиелік мәні бар жиындарды ұйымдастырмақ ниетте. Диана Абдықылықова, Вадим Кривов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінгі таңда әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру өте маңызды. Осы мақсатта халық қалаулылары мен қоғамдық кеңес мүшелері апта сайын өткізілетін жәрмеңкеге шығарылатын азық-түліктердің бағасына бақылау жүргізіп, арнайы рейд өткізді. Қаламызда өткен сенбі күні светофор сауда орталығы алдында дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Бүгінгі таңда осы жәрмеңкедегі өнімдер әдеттегідей нарықтағы бағадан анағұрлым төмен бағамен саудалана ма, әлде дүкен бағасымен бірдей ме деген сауалдарға жауап іздеу мақсатында қалалық мәслихат депутаттары мен қоғамдық кеңестің мүшелері арнайы рейд жұмыстарын жүргізді. Оның керегі жоқ. Бізге баға керек. Баға бар ақа. Енді соны мына жерде ілініп тұру керек қой, осы жерде. Бағаны халық көру керек қой. Бағаны бізде постоянный клиенттер біледі, постоянно бір баға. Мен бірінші рет келіп тұрмын, қайдан содан кейін Байқағанымыздай жәрмеңкеде бұрынғыдай көп өнім жоқ десе де, қала тұрғындары жәрмеңке бағасының көңіл көншітпейтіндігін алға тартуда. Мен қазына алдым, магазинде 3000, бұл жерде 100 теңге ғана разница. 2008-ге ме, 2009-ге алдым. Алдында 2,5 тұғым.
разница жоқ. Маркада бесплатно тұрғаннан кейін түсіріп сату керек қой, бұл жер бесплатный ғой. Не төлемейді, место не төлемейді ғой. Базардың бағасы бәрі. Бұл жерде сатушылардың өзіне қолайлы жағдай жасалмаған. Ауыл шаруашылық бөлімі тарапынан рұқсат қағаздары берілгенмен, халық үшін арнайы бағалар көрсетілмеген. Сондай-ақ топ мүшелері жәрмеңке өтетін орынның халық үшін қолайсыз екендігін де тілге тиек етті. Рейд жұмыстарын жүргізген арнайы топ бұл олқылықтардың алдын алу керектігін айтуда. Светофор магазинінің жанындағы жәрмеңкеге келіп, бағаны, осы жердегі тәртіпті тексеруге келдік. Көргеніміз кіреберістен ешқандай тәртіптің жоқтығы, машинелердің оңды солды жүріп атқаны, содан кейінгі мынау ешқандай қолайлы жағдай саудагерлерге істелмегені көрініп тұр. Әркім өзінің әкелген үстелін жәшігімен етті де, майды да соның үстіне қойып жатыр. Санитарлық жағдай ешқандай сақталмаған. Әрқайсының көбісінде жоқ, кейбіреуінде бар анықтама қағаздар. Соның ішінде бағалар тұр. Еттің бағасы мысалы 2000-1800 деп тұр. Майдың бағасы да тұр. Ал бірақ ондай ценник ешқандай жаңағы ярмаркаға қатысып жатқан саудагердің үстелінің үстінде жоқ. Халық білмейді. Ол бізге көрсетіп тұрған баға ма, сатып жатқан баға ма, бір Құдай біледі. Сондықтан біз қоғамдық кеңестің мүшелері келесі отырысымызда осы жәрмеңке өткізу туралы үлкен жиын жасап, соған әр жаңа бөлімнен керекті адамдарымыз шақырып отырыс жасамаса, мынау қалаға өте пайдасынан зияны келіп тұрған орын деп айтуға болады. Алтынгүл Төлегенова, Аян Сұлтанбекұлы, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сәтбаев қаласының мемлекеттік архиві ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне орай жауынгер интернационалист ардагерлер атты топтамасын тағы бір жаңа есіммен толықтырды. Толығырақ әріптесінің бейнесюжетінде. Күні кеше соғыс даласындағы қантөгісті 17-18 жасында, яғни бозбала шағында көрген жастар бүгін ардагерлер. Елге олардың бірі денсаулығынан айырылып оралса, енді бірінің тіпті денесі табытпен қайтты. Олардың рухына тағзым ету, ал бас аман бауыр бүтін көзі тірілеріне құрмет көрсету ұрпақ парызы. Осы мақсатта қалалық мемлекеттік архив ұжымы ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне орай дөңгелек стол ұйымдастырып, жеке тектік қорды тағы бір есіммен толықтырды. Ол сол ауған соғысының ардагерлерін еске алу күні болып есептеледі. Биыл енді сол күнге 32 жыл толып отыр. Осы мынау отан алдындағы борыштарыңызды абыроймен атқарып, соны білмейтін елге тәуекелге бел болып кеткен сол кездегі жас жігіттерсіздер. Қазір міне әке, ата, аға болып ортамызда отырсыздар. Сіздерге қандай құрмет болса да, қандай құрмет көрсетсек те сізге барлық құрметке лайықсыздар. Осы бүгінгі мына дөңгелек столдың өзінде сіздермен сұхбаттасып отырғанның өзі, бұның өзі бір ғанибет. Дөңгелек үстелге арнайы шақырылған қонақтар қатарында ауған соғысының ардагерлері Аманай Шахтаев, Ертай Жангелдеев, Төремұрат Байжанов болды. Жауынгер интернационалист ардагерлер атты жеке тектік қорына құжат өткізген ауған соғысының ардагері Аманай Шахтаев. Аманай Бекішұлы 1961 жылдың 19 қаңтарында Рудник кентінде дүниеге келген. Қазіргі таңда Сәтбаев қаласындағы Қазақмыс корпорациясы жанындағы технологиялық колледждің оқытушысы болып қызмет атқарады. Жастай кетті. Ол соғыс, ол уақытта соғыс дегенде Лесто соғыс деген бейбітшіліктен айырмашылық көп қой. Енді бейбітшілік болып жатқанда 84-ші бардым ғой сонда. 84-те сол уақытта бізде СССР дейміз, сол уақытта Совет үкіметінің уақытында тынышты. Сонда соғыс кеткенде жастай. Бірақ мен жастай барған жоқ, мен 4 жылдай кеш бардым армияға. Себебі оны жоғары оқу бітірдім ғой. Институт бітірген, сосын мені не болған, отсрочка болған, военкоматты бітіргесін. Сонда барғанда талай жаста балалар көрдік қой. Орамал тоң болмайды, жол болады демекші, арнайы бас қосуда ұйымдастырушылар қонақтарды құралақан қайтармай, өз тараптарынан алғыс хаттармен марапаттағандығын айта кетейік. Архив өкілдері дәл осындай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын табады дейді. Атаулы күнге Сәтбаев қаласының мемлекеттік архивінде ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне ашылған жауынгер интернационалист ардагерлер атты топтамасы жаңа есіммен толықты. Мемлекеттік архивқа мемлекеттік сақтауға құжаттарын өткізіп отырған жауынгер ағамыз Аманай Бекішұлы. Бүгінгі ұрпақ үшін ауған соғысы жайлы естеліктер тарих парағы болса, Аманай Бекішұлы сол соғысты өз көзімен көрген.
Қазіргі таңда Сәтбаев қаласы бойынша орта есеппен 67 интернационалист жауынгеріміз бар. Олар әртүрлі салада еңбек етеді. Еш қайсысы 15 ақпанды атаусыз қалдырған емес. Бұл күн сіздер үшін қайғы болып қатталып, қасірет болып жатталып қалса да, тәуелсіз Қазақстанның әрбір күні бейбіт өмірдің бесігінде тербетіліп отыруын тілейтін ардагерлеріміз, сіздерге көрсететін құрметіміз, алғысымыз шексіз. Осындай іс-шара әлі де өз жалғасын табады. Алтынгүл Төлегенова, Вадим Кривов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. 15 ақпан кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 32 жыл толды. Бұл барлық қаза тапқан жауынгер интернационалисттерді еске алу мен аза тұту күні. Келесі сюжетте солардың бірі жерлесіміз ержүрек Олег Морозов туралы сөз болады. Олег Морозов 1960 жылы 26 қаңтарда Рудник кентінде дүниеге келген. 10 сыныпты бітірген соң ол Самарқандтағы жоғары әскери училищеге оқуға түседі. Оны 1981 жылы тәмамдап, өз еркімен Ауғанстанға кетеді. Ауған жерінде жас жауынгер 1 жыл 1 ай болған. Маған әр 10 күн сайын хат жазып отыратын деп анасы батыр ұлын еске алды. Олег өте көңілді және көпшіл бала болатын, оның көптеген қызығушылықтары болды. Әсіресе ұлым әскери техниканы, ұшақтар мен танктерде ермексаздан мүсіндегенді ұнататын. Сондай-ақ ол жеңіл атлетикамен де айналысып, көптеген марапаттарға ие болды. Ауған жеріне 1981 жылдың қазан айының басында кетті. Ол кезде небәрі 21 жаста еді. Оның әскери бөлімі Багдадта болды. Сол жерден маған әр 10 күн сайын хат жазып тұратын. Хатта демалып жүргендерін, балық аулағандарын, қай жерде күзетіп жүргенін жазып отыратын. Әдеттегідей хатын мен де бәрі жақсы, аманмын, саумын, тексіз ауырмаңызшы деген сөздермен аяқтайтын. Ержүрек және батыл жауынгер Олег Морозов 1982 жылдың 3 қарашасында дүниеден озды. Жауынгер интернационалисттің досы Рафаэль Мазитов оның қаншалықты батыл әрі жігерлі болғанын еске алады. Я с Олегом познакомился. Мен Олегпен біздің жаттықтырушымыз Рудниктен топ жинап жатқан кезде таныстым. Олег ол кезде жас еді. Білетін боларсыздар, жеңіл атлетика оңай спорт түрі емес. Бұл спортқа бәрі бірдей шыдай бермейді. Бірақ Олег балалар арасында ерекше көзге түсетін, талпынысы жақсы еді. Сол кездері мен әскер қатарына шақырылып қызмет етуге кеттім. Отан алдындағы борышымды өтеп келгенімде ол ересек жігіт еді. Облыстық құраманың мүшесі болып үлгерген. Жеңіл атлетикада ол көптеген марапаттарға ие болды. Қала және облыс чемпионы, республика жүлдегері болды. Сюжетіміздің кейіпкері жерлесіміз ерлік пен батылдықтың, табандылық пен қайсарлықтың жарқын үлгісі. Бейбіт күн үшін күрескен ерлердің есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Біз оларды әрдайым мақтан тұтамыз. Диана Абдықалықова, Вадим Кривов, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Құрметті қала тұрғындары, ағымдағы жылдың 18 ақпанында бірыңғай азаматтарды қабылдау күні өткізіледі. Жеке мәселелер бойынша қабылдауды сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін қала әкімі Асқар Ыдырысов және қала әкімінің орынбасарлары Батыр Әбдірахаев пен Дәуір Жүнісбеков жүргізеді. Қабылдауға жазылу ақпанның 17-сі сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін 34820 телефоны бойынша жүргізіледі. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алда ауа райы болжамы және орыс тілдегі жаңалықтар келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.